Жамбыл облысы Шу қаласы номер 44 бастауыш мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Керекулова Жанар Қабдуллаевна. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы Ақбас торғай ертегісі. Енді бүгінгі өтетін бөлімнің қалай аталатынына мән бере кетейік. Су тіршілік көзі. Неге? Өйткені сусыз тіршілік жоқ. Сусыз өмір сүру мүмкін емес. Су бар жерде ырыс бар. Судың да сұрауы бар. Су баға жетпес байлық. Біз осынау ен даланың тіршілігіне көрік беріп отырған суды ысырап етпей, барынша тиімді пайдалануымыз керек. Біз суды үнемдемесек, басқа да тірі ағзаларға зиянымызды тигіземіз. Суды ластамауымыз қажет. Аққан судың қадірін білейік. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы Ақбас торғай ертегісі осы су жайында болады екен. Ендеше балалар, бүгінгі сабақтың оқу мақсатымен танысайық. Шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау, сахналау. Бағалау критерийі: мәтінді түсініп оқиды, негізгі ойын анықтайды, шығарманың мазмұнына жоспар құрады, жоспар бойынша мазмұндайды. Ал енді балалар, Ақбас торғай ертегісін тыңдап көрейік. 79-шы сабақ. Ақбас торғай ертегі. Ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр тамбапты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағашта, құлпырған әсем гүлдер де, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтары да, шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып, солыпты. Бұдан былайғы жерде тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып, кеңес құрыпты. Сонда құстардың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кебірсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой. Бірақ ол тым алыс. Енді не істесек екен? Депті. Ақ тырна. Оның шарасы жеңіл. Теңіз жағалауынан шоқып бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді, депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауынан арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана жаным қиналмасын деп, төбе жағын аппақ қып бояп алыпты да, құстарға: қылшылдаған жас емес, қырқылжыңның бірімін. Басымда қарды. Бұл жұмысқа қайтып атсалыспақпын, депті. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Сөйтіп құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан шаршап, өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп олар 7 күн, 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп шаттанған құстар шаттық әнін шырқап, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған манағы торғай ғана іш құса болып жабырқайды екен. Қанат қағып шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп, басын да көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін Ақбас торғай
Ал енді балалар, біздің келесі тапсырмамыз, бірінші тапсырмамыз, Ақбас торғай ертегісін түсініп оқып, тапсырмаларды орындайық. Мәтін неліктен ертегіге жатады деп ойлайсыңдар? Жауап берейік. Ертегінің тағы басқаша қалай атауға болады? Мына тақырыптардың ішінде қайсы ең басты тақырып деп ойлайсыңдар? Қанекей балалар, тауып көрейік. Бұл бірінші тапсырма бойынша мәтін ертегіге жататынын түсіндіру және ертегіге тағы басқаша қалай ат қоюға болатынын табу және тақырыптардың ішінен қайсы тақырып сәйкес келетінін атау. Екінші тапсырма бойынша суретке қарап, сәйкес келетін мәтін бөлігін анықтап, жоспар құрастырады. Ал үшінші тапсырмамыз шығарманың мазмұнына жоспар бойынша мазмұндайды және құрған жоспар бойынша балалар мазмұндап береді. Үйге тапсырма. 82-ші беттегі 6-шы тапсырма түсінік айту.